Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Біз мына үш белгінің айырмашылығын айтып өтейік. Бұл үш белгінің айырмашылығын көп адамдар шатастырады. Бірінші белгіні айтатын болсақ, бірінші белгілердің мағынасын түсіндіріп өтейін. Бірінші белгі 40-тан асыруға болмайды деген белгі. Жылдамдықты 40-тан асыруға болмайды. Екінші белгі жылдамдықты 70-тен асыруға болмайды. Үшінші белгі жылдамдықты 50-ден асыруға болмайды деген белгі. Яғни бұл белгілер ең жоғарғы жылдамдықтың шектеуін білдіреді. Құрметті оқырман, енді мына бірінші белгіден өткеннен кейін сіз 100 метр бойына, яғни осы 40 деген белгі орнатылғаннан кейін 100 метр бойы сіз 40 км/сағат жылдамдықтан асырмай қозғалуыңыз керек. Түсіндіңіз ба? 100 метр бойы осы белгі орнатылған жерден бастап. Одан кейін келесі белгі, екінші белгі 70 км/сағат жылдамдықтан асыруға болмайды деген белгі. Бұл белгі сіз келесі қиылысқа дейін немесе елді мекеннен шыққанға дейін осы жылдамдықтан асырмауыңыз керек деген белгі. Осы жылдамдықтан асыруға болмайды деген белгі. Одан кейін келесі үшінші белгі 50 км/сағат жылдамдықтан асыруға болмайды деген белгі. Бұл белгінің қолданылу аймағы 300 метрден кейін басталады, осы белгі орнатылған жерден бастап. Түсіндіңіз ба? Бұл белгіден өткеннен кейін сіз жылдамдықты 50 км/сағатпен шектемейсіз. 300 метрден кейін барып, сіз 50 км/сағат жылдамдықтан асырмай жүруге міндеттісіз. Яғни мына белгі өзінен кейін бірден қолданылу аймағы пайда болмайды. 300 метрден кейін ғана бұл белгі күшіне енеді. Яғни бұл жерде бізде мына белгілерден өткеннен кейін бірден бұл белгілердің талабын орындау керек болып табылады. Мына бірінші, екінші белгіден өткеннен кейін. Түсіндіңіз ба? Бірінші, екінші белгіден өткеннен кейін сіз бұл белгілердің талабын міндетті түрде орындауыңыз керек бірден. Ал мына үшінші белгіде сіз мына белгіден өткеннен кейін 300 метрден кейін ғана осы белгінің талабын орындайсыз. Яғни бұл алдын ала сізге ескерту белгісі деп түсінуге болады.